Достар, бөдене жұмыртқасының пайдасы жайында бүгін біршама ақпараттар беріледі. Сондықтан да қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Жалпы, биологиялық құндылығы жөнінен бөдене жұмыртқалары тауықтың жұмыртқаларын басып озады. Бөдененің 5 жұмыртқасы тауықтың 1 жұмыртқасының салмағымен тең болса, оның құрамындағы калий мен фосфор тауық жұмыртқасынан 5 есе көп. Ал темір 4-5 есе және В12 витаминдері 6 есе көп. Сонымен қатар олардың құрамындағы кальций, мыс, кобальт және түрлі амин қышқылдары тауық жұмыртқасына қарағанда әлдеқайда жоғары. Құрамы осындай азықпен жүйелі қоректенген адамның әртүрлі ауру сырқауға қарсы тұрар дәрмені артып, жүрек-қан тамырлар жүйесі мен ас қорыту мүшелерінің жұмысы жақсарады. Сонымен бірге бөдене еті мен жұмыртқалары адам ағзасынан радиацияны да шығарады екен. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин қандағы холестеринді төмендететін көрінеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның күш-қуаты артады. Бөдененің қалыпты дене қызуы 42 градус болғандықтан, оның сальмонеллез, құс тұмауы сияқты жұқпалы дерттерге қарсы тұру қабілеті күшті. Сол себепті оның жұмыртқасын шикілей жұту өте пайдалы. Жапония мен Қытайда бірнеше ғасырдан бері оның еті мен жұмыртқасын халық медицинасында пайдаланып келеді. Тіпті Жапонияда мектеп оқушысының таңертеңгі ас мәзіріне бөдененің 2 жұмыртқасы міндетті түрде енгізіледі екен. Бұл балаларды бөртпе мен диатезден құтқарады. Баланың ойлау қабілетін арттырады. Жалпы бөдене жұмыртқасы анемияға, бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттеуге, салқын тигенге, тұмауға, асқазан, ішек ауруларына, әсіресе асқазан жарасы мен гастритке таптырмас ем. Тіпті жапониялықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқас қатерлі ісіктің өзінен айығатынын дәлелдеген көрінеді. Тарихи деректерде бөдене жайында талай қызықтар жазылған. Бөдене еті патшалар мен ақсүйектердің жеңсік асы болған. Дастарханынан үзілмеген. Баланың иммундық жүйесін нығайтуға да септігі зор. Бөдене өсіруді алғаш қолға алған жапондықтар. Қазіргі таңда жапон бөденесі, мрамор бөденесі, ағылшын бөденесі, фараон бөденесі атты 4 түрі өсіріледі. Бөдененің жұмыртқасы көптеген сырқатқа шипа. Әсіресе адам организміндегі темір қалдықтары мен шлактарды тазартады. Бронхалық астма, асқазан аурулары, туберкулез, хроникалық холестетика, жүрек ауруларына пайдалы. Бөдене қазаққа таңсық құс емес, қазақ ертегілерінде де жиі айтылады. Бірақ осы жұдырықтай құстың еті мен жұмыртқасында қаншама емдік дәрумен бар деп кім ойлаған? Еті холестеринсіз, жұмыртқасы дәрумендігі жағынан тауықтан 3 есе құнарлы, амин қышқылы микроэлементтерге бай. Бөдене жұмыртқасы сүйектің нығаюына, қант диабеті кезінде, астма және басқа да аурулар кезінде ауруды жеңуге көмектеседі. Ол ақуыз бен фосфордың қайнар көзі болып табылатын гипоаллергенді өнім. Ең алдымен қант диабеті кезінде бөдене жұмыртқасы қандағы қант деңгейін мөлшерін тұрақтандырып, жағымсыз симптомдарды болдырмайды. Бастапқы кезеңде 2 шикі жұмыртқасын ішу арқылы ем қабылдауға болады. 5-6 данадан шикі күйінде 30-45 күн аралығында ішеді. Холестерин деңгейін төмендетуге бөдене жұмыртқасы жүрек қан тамырлары аурулары кезінде, тіпті қант диабеті кезінде де көмектесетін пайдалы холестерин мен лецитинге бай. Аптасына 5-6 бөдене жұмыртқасын қолдану зиянды холестерин деңгейін төмендетеді. Демікпе кезінде, яғни астмада мамандар демікпеге шалдыққан науқастарға күніне 1 дана бөдене жұмыртқасын қолдануға кеңес береді. Бөдене жұмыртқасы уланып қалған кезде де көмектеседі. Әр 5 сағат сайын 1 жұмыртқадан қабылдап отыру жақсы пайдасын тигізеді. Бөдене жұмыртқасы тауық жұмыртқасына пайдалы баламасы болып саналады. Кейде оны табиғи дәрі және тез өсуі үшін балалар жеу керек деп санайды. Бөдене жұмыртқасының пайдасымен қоса зияны қандай? Бір бөдене жұмыртқасына 0,8 грамм көмірсу, 4,99 грамм май және 5,87 грамм ақуыз бар. Бір қызығы, кішкентай мөлшеріне қарамастан, мұндай жұмыртқа тауық етінен гөрі тойымды.
100 грамм өнімде 168 килокалория бар, ал тауық жұмыртқасының 100 граммда 142 килокалория бар. Бөдене жұмыртқасы пайдалы дәрумендер мен минералдың қоры. Оның құрамында натрий, темір, калий, А дәрумені бар деп табылған. Пайдалы қасиеттерін айтар болсақ, құрамына байланысты бөдене жұмыртқасы иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар бұл өнім темір тапшылығы анемиясының алдын алу үшін пайдалы. Бұл жұмыртқа қуатты сақтайтындықтан таңғы асқа таптырмайтын өнім. Бөдене жұмыртқасы жөтел мен демікпеге де пайдалы. Даусыңыз әлсіз немесе даусыңыз қарлығыңқы болса, бұл өнім тамақты қалпына келтіруге көмектеседі. Оны шикі күйінде ғана ішу керек. Күніне бір шикі бөдене жұмыртқасын жеуді әдетке айналдырғаныңыз жөн. Сонда тыныс алу проблемаларынан арыла аласыз. Сонымен қатар бөдене жұмыртқасында антиоксиданттар бар. Мұндай өнім қан қысымын төмендетуге және жүрекке пайда келеді. Бөдене жұмыртқасы жаралар мен кесілген жерлерді тез емдеуге де ем. Сонымен қатар терінің қартаю процесін бәсеңдетуге және майда жүмдерден арылуға көмектеседі. Бөдене жұмыртқасы көру қабілетіне де және ерлердің денсаулығына да пайдалы. Сарапшылар жұмыртқасын шикі түрінде жеу кеңес береді. Термиялық өңдеу кезінде пайдалы минералдар негізінен жойылады. Қоректік заттар туралы айтатын болсақ, бөдене жұмыртқасында тауық жұмыртқасынан гөрі магний 3 есе дерлік жоғары және 28% көп темір бар. А дәруменіне 2 есе дерлік жоғары. Өкінішке орай, бұл жұмыртқада қан тамырларға зиян келтіретін холестерин 2 есе көп. Жалпы бөдене жұмыртқасының зиянын да айтып кеткенді жөн көрдім. Сондықтан да мұндай пайдалы өнімнің кемшіліктері болуы мүмкін. Бөдене жұмыртқасы гипоаллергенді деген пікір бар, бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан балаңызды бөдене жұмыртқасымен тамақтандырмас бұрын дәрігермен кеңескені дұрыс. Холестерині жоғары және жүрек және қан тамырлары ауруы бар адамдар бөдене жұмыртқасын тұтынуда абай болу керек. Сондықтан арықтау үшін оны тым көп жеуге де болмайды. Құрметті канал қолданушылары, өздеріңізге пайдалы кеңесті, пайдалы ақпараттарды өз уақытында алып отыру үшін осы қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар дегім келеді. Және де каналға тіркеліп комментарий жазып